Нихау барлықтарыңа, қиялдап сіздермен бірге. Ең біріншіде мен сіздерден кешірім сұраймын. Өйткені мен 2 айдай уақыт жоқ болдым. 2 айдай уақыт жоқ болуымның себебі мен Қытайда болған болатынмын. Және мені қазір қызым түсіріп жатыр. Қадір қисық болса сіздерден кешірім сұраймын. Енді қиялдап сіздермен бірге. Ендеше бастаймыз. Юху! Сен әдейі бәрін шошытып, елдің назарын өзіңе бұрыпсың. Сөйтіп ешкім байқамай тұрған кезде тығылып жүріп бәрін бақылағансың. Енді бұл іспен өзім айналсам. Нағыз шайқас енді ғана басталды. Итачи Учиха Какаши Хатакиді неге тірі қалдырғанын түсіндіреді. Сәлем достар, қиялдап арнасына қош келдіңдер. Бүгін біз өзіміздің сұмдық Итачиіміз туралы сөйлесеміз. Итачи Учиха Наруто әлеміндегі ең жұмбақ әрі күшті кейіпкерлердің бірі. Ол өзінің қайғылы өмірімен және Учиха кланын жоюдағы шешуші рөлімен танымал. Алайда оның суық мінезі мен қатыгездігіне қарамастан, ол кей жағдайларда белгілі бір қарсыластарды өлтірмеуді жөн көрген. Мысалы, Какаши Хатаки секілді. Бұл шешім жанкүйерлер арасында түрлі теориялардың туындауына себеп болды. Енді міне ақыры Итачи Какашиді неге өлтірмегеннің шынайы себебін өзі ашып айтты. Оның түсіндірмесі тек оның күрделі мінезін ашып қана қоймай, оның барлық әрекеттерінің жасырын мақсатпен бағытталғанын дәлелдейді. Біз бүгін осының бәрін толықтай осы қызықты видеода талқылайтын боламыз. Сондықтан осы видеоны көрмей тұрып лайк басып қоңыраушаны басуды ұмытпаңдар. Сол арқылы сен біздің Хакаге ауылымызға қосыласың және өзіңнің Нарутодағы сүйікті техникаңды меңгере аласың. Айтпақшы, сенің сүйікті джуджутсуың қайсы? Мен мысалы призыв немесе Майтагайдың қақпаларын таңдар едім. Өз нұсқаларыңды комментке жаза кетіңдер. Және өтініш, белсенді болыңдаршы. Барлық комментке жауап беруге тырысамын. Баршаңызға жақсы қарауын тілеймін. Соңғы рет сұраймын, Узумаки Наруто қайда? Келіп кет! Наруто әлеміндегі ең үлкен спорлардың бірі Итачи Учиха әрдайым батыр болды ма? Әлде шынында оған зұлым болу жазылған ба? Көптеген адамдар авторы оның оқиғасын кейін өзгертіп, оның ең күрделі кейіпкерлердің біріне айналдырды деп санайды. Сондықтан егер сендер оның әрекеттерімен келіспесеңдер де, оны жаман адам деп санау қиын. Бірақ мені осы сұрақты қоюға не итермелейді? Итачидің осы оқиғалардағы шынайы рөліне келсек, кейбір әрекеттері маған күмән тудырды. Бір сәттерде ол қарсыласын қыру үшін кез келген нәрсеге дайын сияқты көрінсе, кей жағдайларда ол қырылудан аяқ тартып отырған. Мен Шисуйды өлтірмедім. Айтқан сөзім үшін кешірім сұраймын. Маған өте өкінішті. Оның Куринай мен Асумамен кездесуі мен айтқан сөздің классикалық мысалы. Сол сәтте егер Какаши араласпағанда, Итачи Юхи Куринайды өлтіріп тастауы мүмкін еді. Итачи Акацуки ұйымындағы өз рөлін сақтау үшін өзін Каноханың жау ретінде көрсетуі қажет болған шығар. Бұл рас. Алайда ол теориялық тұрғыда қорғауға ант берген адамдарды өлтіруге дайын болғаны қарама-қайшылық туғызады. Ақырында ол Канохадағы болашақ қантөгістің алдын алу мақсатында өз кланын жойды. Тек Данзо мен үкіметтің кей мүшелері сияқты тұлғаларды қоспағанда. Егер осы көрініс бізде Итачидің шынайы табиғаты жайында сенімсіздік тудырса, алдағы оқиғалар одан да қатты күмән тудырады. Бірақ мен уайымдадым. Көлеңке клоны. Хатаки. Какаши. Какаши Куринайды құтқарып үлгергеннен кейін ол Итачимен шайқасқа кірісті. Осы сәтте Итачи өзінің бұрынғы серігін өлтіруге шын ниетті болғаны айқын көрінеді. Ол өзіне тән клонды қолданып арт жағынан Кунаймен шабуылдайды. Бұл оның Какашиді өлтіргісі келгеніне ешқандай күмән қалдырмайды. Абай бол. Ол небәрі 13 жасында Амбу жасағының басшысы болған. Біз оның мықты екенін білеміз. Мықты дейсің бе? Сендер әлі оның күшінің жартысын да көрген жоқсыңдар. Егер әрине біз оның басқа қырын ескермесек, мысалы қарсыласының қабілеттерін білу, Итачи Какашиді бәрінен де жақсы білді. Өйткені олар Амбу құрамында бірге жұмыс істеген. Сондықтан да ол оның шайқас кезінде көрсете алатын потенциалын толық түсінетін. Солай Итачи онымен есеппен шайқасқан. Какаши қай сәтте қорған алатынын немесе жеңілетін ескеріп отырған. Сондықтан Итачи шынымен де оны өлтіруге ниетті болмаған деген ой жалғыз ақылға қонымды түсініктеме. Шын мәнінде бұл сөздердің
рас екені кейін тағы бір рет дәлелденеді. Итачи Какашиға Цукиоми арқылы азап көрсеткен кезде Какашидің өзі таң қалып, неге ол мені бірден өлтірмей қойды деп ойлайды. Өйткені өлтіріп тастау әлдеқайда оңай болатын еді. Өз-өзіңе айтып жатқаның көмектеспейді. Оны қалай атасаң да ауырсыну ол ауырсыну. Бұл жалған деп ойлағаныңмен ол әлсіреп кетпейді. Сонымен жігіттер, Итачидің шынайы тарихын біліп, осы сәтті талдай отырып, Кишимото Итачиді тек Наруто Шипуденде ғана жақсы жаққа шығарды деген теорияның негізсіз екені анық. Бастапқы кезден-ақ Итачи алдыңғы серіктесін өлтірмей қояды. Какаши жапырақты жасырын ауылының маңызды ниндзясы ғана емес, сонымен қатар Саске үшін өте маңызды адам. Ол Саскенің ұстазы әрі қорғаушысы болған. Сондықтан Итачи егер Какашиді өлтіріп қойса, бұл Саскеге тікелей қауіп төндіреді деп түсінген. Алайда кейін Какаши Итачи мен Акацкидің мақсаты 9 құйрықты түлкіні ұстау үшін Нарутоны көздегенін білген кезде Итачи оны ұрлап әкетуді шешеді. Демек, бәрібір оның тағдыры өлім болатын. Бұған қоса Итачи бұған дейін де Куринай мен Асуманы өлтіруге ниет білдіргенін ұмытпайық. Бұл тағы да бізді белгісіздікке әкеледі. Шын мәнінде Итачи жауыз болды ма, әлде жоқ па? Әрине достар, мен мұның бәрін Итачидің тарихын біз қазір толықтай білетінімізге сүйене отырып айтып отырмын. Егер біз ол кезде шындықты білмеген болсақ, сөзсіз ол бізге жауыз болып көрінер еді. Дегенмен оның кей әрекеттері шынында да ол Саскиді жүрегінің түбіндегі шынайы ниеті өз қылышымен қорғағысы келді. Әрине осылай десек те болатын шығар. Сонымен қатар Обито бір нәрсені айтқан болатын. Ол шындыққа айналды. Итачи үшін Саске жапырақты жасырын ауылдың өзінен де маңыздырақ еді. Итачиге тірі қалу қажет болды. Өйткені болашақта Саске оған қарсы тұралу керек еді. Әрі Итачи Саскені одан да мықтырақ етуге тырысты. Одан бөлек Какаши мен өзгелер Акацкидің Биджуды ұстау туралы жоспарын біліп қойғандықтан, олардың өз қауіпсіздігі де қатерге ұшырады. Сол себепті қажет болса, Итачи өзінің бұрынғы серіктерін де құрбан етуге дайын болды, тек өз миссиясын орындау үшін. Алайда Майтагайдың араласуы Итачидің Какашиді жою жоспарын бұзды. Немесе бәлкім Итачи оны жай ғана ұстап алып, кейін босатып жіберуді жоспарлаған болар. Сөйтіп бұрынғы серігін өлтірген кейіп танытпақ болған шығар. Бұл жайлы ойлануға тұрарлық. Өйткені біз бұл сұрақтың шын жауабын бәлкім ешқашан білмейтін шығармыз. Ал сендер не ойлайсыңдар? Какаши мен Итачи жайлы қайсысы мықты? Егер екеуі күшінің шарықтау шегінде шайқасқанда, соғыс кезінде Какаши Итачиді жеңе алар ма еді? Егер ол Эда Тенсейден шыға алмағанда ше, коммент жазып қалдырыңдар, бірге талқылайық. Егер видео ұнаса, баяғы деппен сенен бір лайк пен жазылу және шиноби бер деп комментке жаз. Мен саған қасында серік болатын мықты шиноби таңдап беремін. Қызық қой кім түскені. Комментті күтемін. Баршаңа алдын ала рахмет. Ендеше қоштасатын сәтте келді. Келесі видеода жолыққанша сау болыңдар датты бойы.